балдарым үшін, абалдарым үшін деген осы қазақтың қыздарын, қазақ әйелдерін балдарым үшін деген құртады. Себебі сен егер тек қана өзің үшін ғана емес, ал басқа біреу, басқа жағдайлар үшін өмір сүретін болсаң, бұл әрдайым бір ауыр жағдайларға әкеп. Бірақ ондай кезде балалар бақытты болуы не ғайбы? Өзің ойлап көрші, бақсыз ананың сәби бақытты болар ма? Бақсыз, бағы ашылмаған, көз жасынан нетпейтін, высыхать етпейтін, қалай еді высыхать қазақшасын ұмытып қалдым ғой. Кеппейтін әйел адамның баласы бақытты болар ма? Егер бұл еркектің мысалы, еркек баланың шешесі болса, еркек бала қандай психологияны көріп отыр? Папам маманы ұрды, мама әрдайым шыдады. Значит, бұл не? Бұл норма. Мен де тап солай жасай беремін. Тіпті олай санамаса да, мына өзінің түп санасында осындай тәрбиенің, осындай тәлімнің идеологиясы болады. Ал қыз бала осындайды көре тұр, ана біздің Гүлмира сияқты. Анам шыдады, значит, мен де шыдау керекпін деген. Бәлкім іштей оны қабылдамай тұрады, как ол болмайды ғой дегендей. Бірақ түп сана бұл адам өмірінің басты дирижері ғой. Түп санасында бір картиналарды көрді. Басында осы картиналар әбден енгізіліп, флешка сияқты, файл сияқты, сол басында осындай мысалы кинолар ойнап жатады.